Hi everyone, welcome to Easy English channel. In today's lesson, I will talk how and when to use enough and to. Сәлем баршаңызға, бүгінгі сабақта to және де enough сөздерінің қолданылуына тоқталатын боламыз. Сабақты соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Окей, алдымен enough сөзіне тоқталайық. Enough goes after adjective and adverbs. Enough қазақша жеткілікті деп аударылады, яғни жетеді деген сөз. Және де сөйлемде сын есіммен және де істеуден кейін орналасады. Мысал үшін, he didn't get the job because he wasn't experienced enough. Бұл жердегі experienced деген сөз тәжірибелі деген аударылады, яғни сын есім. Яғни enough сөзінің алдында сын есім келіп тұр. Оның тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан ол жұмысқа орналаса алған жоқ деп аударылады. He isn't tall enough. Tall дегеніміз сын есім, enough сын есімнен кейін келіп тұр. Оның бойы жетпейді, яғни оның бойы жеткілікті түрде ұзын емес деген сөз. He isn't strong enough. Strong дегеніміз мықты, сын есім, enough сөзінің алдында келіп тұр. Ол жеткілікті түрде мықты емес деп аударылады. The house is not big enough for a large family. Мына үй үлкен отбасыға жеткілікті түрде үлкен емес. Келесіде enough сөзі істеуден кейін орналасады. Мысал үшін, we are not walking quickly enough. Quickly дегеніміз жылдам, ол істеу болып табылады, істеуден соң орналасады. Next, enough goes before nouns. Келесіде enough сөзі зат есімнің алдында келеді. Яғни бірінші зат есім, одан кейін барып enough сөзі келеді. Мысал үшін, he didn't get the job because he didn't have enough experience. Ол жұмысқа орналаса алған жоқ, өйткені оның тәжірибесі жеткілікті болмады. Experience дегеніміз тәжірибе, яғни зат есім болып табылады. Experience-тің алдында enough сөзі келіп тұр. Енді жаңағы екі сөйлемді бір-бірімен салыстырып көрсек, мысалы біріншісінде he didn't get the job because he wasn't experienced enough. Ол жұмысқа орналаса алған жоқ, өйткені оның тәжірибесі, ол жеткілікті түрде тәжірибесіз болды. Ал екіншісінде he didn't get the job because he didn't have enough experience. Ол жұмысқа орналаса алған жоқ, өйткені оның тәжірибесі жеткілікті болған жоқ. Біріншісінде experienced adjective, яғни сын есім, яғни ол enough-тың алдында келіп тұр. Ал екінші сөйлемде experience зат есім, ол enough-тан соң келіп тұр. Тағы да бір-екі мысалға тоқтала кететін болсақ, I would like to go on holiday, but I haven't got enough money. Мен демалысқа шыққым келді, бірақ менде жеткілікті түрде ақша жоқ. Яғни money дегеніміз зат есім, зат есімнің алдында enough сөзі келіп тұр. Did you have enough time to answer all the questions in the exam? Сенің емтихандағы барлық сұрақтарға жауап беретіндей жеткілікті уақытың болды ма? Яғни time дегеніміз уақыт, ол зат есім, зат есімнің алдында enough сөзі келіп тұр. Келесі мысал, he has got enough clothes, he doesn't need any new ones. Оның киімдері жеткілікті, оған жаңа киім қажет емес. Яғни clothes сөзі зат есім, зат есімнің алдында enough сөзі келіп тұр. We can't make sandwiches, we haven't got enough bread to make sandwiches. Біз сэндвич жасай алмаймыз, себебі бізде сэндвич жасау үшін нан жеткіліксіз. Bread сөзі noun, яғни зат есім, оның алдында біз enough сөзін қолданып тұрмыз. Яғни enough сөзі зат есімнің алдында келеді, ал сын есімнің соңында келеді. Мысал үшін, enough money, enough time, enough people. Good enough, old enough, loud enough. We can also say enough for somebody, enough for something, enough to do something. Сондай-ақ біз enough сөзін бір нәрсені істеу үшін, бір нәрсе үшін, немесе біреу үшін деп те қолдана аламыз. Мысал үшін, this pullover isn't big enough for me. Бұл pullover мен үшін үлкен емес. Яғни enough сөзінен кейін for somebody or for something сөзін қолданамыз. I haven't got enough money for a car. Менің көлікке ақшам жетпейді. Келесі мысал, is your English good enough to have a conversation?
Сіздің ағылшыншаңыз сөйлеуіңіз үшін жеткілікті ме? Сөйлесу үшін жеткілікті ме? Яғни enough сөзін бір нәрсе үшін немесе біреу үшін деп те қолдана аламыз. There weren't enough chairs for everybody to sit down. Барлығына отыруға орындықтар жеткіліксіз болды. Яғни enough сөзі жеткілікті деп аударылады, ол зат есімнің алдында келеді, ал сын есіммен үстеудің соңында келеді. Келесіде too сөзі. Too сөзі тым деп аударылады, яғни тым көп немесе тым аз. There is too much sugar in it. Мынаның ішінде қант тым көп. The shoes are too big for him. Мына аяқ киім ол үшін тым үлкен. Too much or too many, more than you want. Яғни too much немесе too many сөзі сен қалағаннан да көбірек деген сөз. Мысалға тоқталатын болсақ, I don't like the weather here. There is too much rain. Маған бұл жердің ауа райы ұнамайды, өйткені бұл жерде жаңбыр тым көп жауады. Let's go to another restaurant. There are too many people here. Басқа ресторанға барайықшы, мына жерде адам тым көп екен. Ал енді to сөзінің қолданылуына келетін болсақ, to plus adjective. To сөзі adjectivтің алдында орналасады, яғни сын есімнің алдында орналасады. Мысал үшін, too big, тым үлкен. Too loud, тым қатты. Too rich, тым бай. Too cold, тым суық. Мысал үшін, яғни қатты суық дегенді білдіреді. Ал енді мысалға тоқталатын болсақ, I'm not going out, it's too cold. Мен сыртқа шыққайын деп жатқан жоқпын, себебі тым салқын. Яғни cold деген сөзіміз сын есім, сын есімнің алдында біз to сөзін қолданып тұрмыз. I'm too tired to work. Tired дегеніміз сын есім, яғни шаршаңқы деп аударылады. Біз оның қасына to сөзін қолданып тұрмыз. Жұмыс істеуге мен тым шаршап тұрмын. Don't buy anything in that shop. It's too expensive. Мына дүкеннен ештеңке сатып алушы болма, өйткені тым қымбат. Expensive is adjective, to plus adjective. Don't phone him now. It's too late. Оған қазір қоңырау шалма, себебі тым кеш болып кетті. The radio is too loud. Can you turn it down, please? Радионың дауысы тым қатты болып тұр. Сен оның дауысын төмендете аласың ба? Сіздерге enough және де to сөздері түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни enough сөзі зат есімнің алдында қолданылады, ал сын есімнен кейін қолданылады. Ал to сөзі сын есімнің алдында қолданылады. Сабақты тағы да көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.